Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын, ауызға салса еріп кететін фисташковый пирогты бірге дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майымызды саламыз және де 3 дана жұмыртқамыздың сарыуызын ғана қосып аламыз. Үстінен қантымызды саламыз және де қаймақ қосамыз. Қаймақ менде президент 20%-лық сапалы қаймақты таңдауға тырысыңыздар. Барлығын осылай біріккенше венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Үстіне қамыр қопсытқышын қосамыз және де алдын ала електен өткізіліп алған ұнымызды салып, қамырымызды дайындауға кірісетін боламыз. Қамырымыз бізде өте жұмсақ, қолға жабысқыш келеді. Дайын болған қамырымызды целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып аламыз. Дайын қамырымызды пергамент қағазына оны себе отырып, осылай жайып аламыз. Және де диаметрі 24 сантиметрлік формаға осылай кесіп аламыз. Шеттерінен артылып қалған қамырлардың барлығын жинап аламыз. Қолымызды ұмдай отырып, барлық жеріне бір келкі етіп жайып шығамыз. Осылай қолымызбен түзулейміз. Стаканның көмегімен түзулесеңіздер де болады. Сонда біздің қамырымыз бір келкі болып шығады. Қолымызбен түзулейміз және де стаканның көмегімен барлығын бір келкі болғанша түзіліп шығамыз. Және де саншықымен осылай тесіп шығамыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін творожный сыр және де фисташковый паста саламыз. Үстінен кукуруз крахмалын қосамыз. Қантымызды қосамыз. Клегей саламыз. Клегей 33%-дан жоғары болуы қажет. Бір дана жұмыртқа, бір дана жұмыртқаның сарыуызын саламыз және де блендердің көмегімен барлығы бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Бұл уақытта біздің духовкамыз 170 градусқа алдын ала қызып тұруы қажет. Пирогтарды салған кезде духовканы қосып отырмаймыз, яғни пирогты салмай жатып, біз духовкамызды жылытып алуымыз қажет. Салмамыздың түсі осындай әдемі түске боялады. Қалсаңыздар жасыл краситель қосып жіберсеңіздер болады. Дайын қамырымыздың үстіне салмамызды құямыз және де алдын ала қызған 170 градустық пеште 25 минут шала пісіріп аламыз. Пісейін деп қалған уақытта жұмыртқаның ақуызы және де қантымызды қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырып бастаймыз. Кішкене көпіргеннен кейін миксердің жылдамдығын орташаға көтереміз және де жоғарғы скоростқа көтермейміз. Осылай ыдыстан ақпайтын кезде қант ұнтағын салып, лопатаның көмегімен араластырамыз. Фисташка салып, барлығын араластырамыз және де кондитерлік мешокқа салып, өздеріңіздің қалаған насадкаларыңызды қолдансаңыздар болады. Менде вуппай насадка. Насадканың аузы үлкенде болуы қажет. Яғни біз фисташковый дәнін салғанымыз үшін
насадкадан шығуу кажет. Осылай формадан ажыратып аламыз және де меренгімізді сығып шығуды бастаймыз. Меренгіні өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жағып шықсаңыздар болады. Және де өздеріңіз қаласаңыздар просто так бетіне жақсаңыздар да болады. Және де 160 градустық пеште 15 минутқа тағы да пісіріп алуға жібереміз. Бөлме температурасында толықтай суытамыз. Кемінде 6 сағат суы қажет. Яғни тоңазытқышқа салып қойсаңыздар да болады кішкене суығаннан кейін. Мінекей кесілген кезде де өте оңай кесіледі. Енді дәмі деген өте керемет. Түрі де кез келген қонақ шақырсаңыз да, кез келген мерекелік дастарханыңыздың сәні болады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап қойыңыздар және де каналға тіркеліп қойып, өз ойларыңызды, лайктарыңызды аямасаңыздар деймін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.